Катон-Карагай өңірінде экологиялық туризм мен бастамалар қарқындап дамып келеді. Мысалы, Катон-Карагай ұлттық паркі Қазақстандағы ең үлкен ұлттық парк болып табылады және әлемдегі ең экологиялық таза бағыттардың бірі ретінде танылды. Табиғат біздің байлығымыз ғой. Сол байлықты қорғайтын Катон-Карагай табиғи паркіне біз келіп тұрмыз. Ал ендеше кет. Катон-Карагай өңірі өзінің бай табиғаты мен биологиялық әртүрлігімен ерекшеленеді. Алайда экологиялық тұрақтылық сақтау үшін бірнеше маңызды мәселелерге назар аудару қажет. Катон-Карагай мемлекеттік ұлттық паркіне қызметкері Дархан ағамыздан толық ақпарат алуға келдік. Ассалаумағалейкум, ассалам. Қош келдіңіздер. Келіңіз отырыңыздар. Жануарлар әлемі, сіздерге керегі. Біздің паркында, осы ұлттық паркымызда құстардың 285 түрі және сүтқоректілердің 68 түрі, және балықтың 17 түрі, қосмекенлердің 3 түрі және омыртқалардың 10 түрі мекен етеді осы Катон-Карагай ұлттық паркінде. Және біздің ұлттық паркте ерекше қорғалатын қызыл кітапқа енген жануарлар қарбарысы және арқан және қызыл таймен дейді, сол қызыл кітапқа енген. Қазіргі Катон-Карагай ауданы болды ғой. Ауданнан кейін туристік жерлерді айта кетсеңіз. Жалпы бізде Катон-Карагай ең үлкен мемлекеттік ұлттық табиғи паркі. Оның аумағы 643.477 гектарды құрайды. Және бізде өте көп тамаша жерлер өте көп. Бізде 14 маршрутымыз бар. Сол 14 маршруттың ішінде ең көбі бізде туристер келетіні ол Рахман қайнары және Мұзтау дейді. Үлкен Белуха соған келеді, және Көккөл сарқырамасын көрмеге келеді, және Қаракөл, Языбайлы өзары дейді, соған келеді. Асылымен бізде туристердің көп шоғырланатын жері осы жерлер. Және де қалған жерлерге де көп барады. Бірақ ең асылымен жерлер осы ең аумақты туристер көп шоғырланатын жер. Дархан аға, рахмет сізге. Жақсы. Сізден көп мәліметтер бердіңіз. Жақсы, келіп тұрыңыздар. Осы біздің Катон-Карагай ұлттық паркі сіздерге әрдайым есігіміз ашық. Білмеген сұрақтарыңыз болса, толығырақ ақпарат керек болса, осы катонымыз сіздерге әрдайым ашық, келіп тұрып тұрсаңыздар болады. Жақсы, рахмет, жақсы, сау болыңыздар. Сонымен қатар экологиялық таза өнімдер, мысалы бал, қымыз, балқарағай. Апай, бұл қымыздардың, балдардың бағалары қаншадан болады? Қымыздың литрі 1,5-мен сатып тұрмыз, свежий. Балдарында 5 литровка ішіне 7 килограмм, 18 мыңнан. Надар мне ішіне 2 килограмм, 1,5 бөтөккөлер, 2 килограммнан. Бұдады 5 мыңнан сатып тұрмыз. Мне разнотравие, нагорный, жидкий дейді. Надарды 15 мыңнан сатып тұрмыз. Катон-Карагай экологиялық туралы сіз не айта аласыз? Біздің экологиямыз енді Катон-Карагайда ең таза табиғи. Бізде енді қазір ешқандай нелер жоқ. Енді немене деп айтушы еді. Заводтар жоқ мына жерде бізде қазір, фабрикадар, еш нәрселер. Сол үшін бізде натуральный, природный экология, чистая природа, воздух, ауасы. Бұл таза табиғи шөптерден жасалған Катон-Карагай. Тазалықты өзіміз тұрған жерден бастаймыз. Катон-Карагай өңірінің экологиялық тұрақтылығын сақтау үшін жергілікті билік, ұлттық парк әкімшілігі және қоғам бірлесе отырып табиғатты қорғау, экологиялық білім беру және тұрақты туризмді дамыту бағытында жұмыс атқаруда.